Қазақ халқының маңдайына басқан біртуар ақындарының бірі де бірегейі Қадыр Мырзалиев, бұрынғы Семей облысы, қазіргі Абай облысының Ақсуат ауданының жеріне 1970 жылдары ақын жазушылар экспедициясымен бірге келген екен. Сол сапарында Ақсуат халқы жайлы, оның тұрмыс тіршілігі жайлы, табиғи ерекшелігі жайлы Ақсуат деген атақты өлеңін жазып қалдырған. Соны оқып беруге рұқсат етіңіздер. Көріп жүрген далаңыз Ақсуаттың даласы, көріп жүрген ауаңыз Ақсуаттың ауасы, көріп жүрген таңыңыз Ақсуаттың таңы да, көріп жүрген шаңыңыз Ақсуаттың шаңы да. Алайда мен таң қалдым, Ақсуатқа бардым да, не керемет білмеймін, бір керемет бар мұнда. Қарттарының құшағы, құшақ емес, күн шуақ, сол шуаққа қызынбай, ақын қалай тыншымақ. Жігітінің көңілі, көңіл емес Ақсуат, жырдың атын суардым, сол суаттан жақсылап. Сұлуының жанары, жанар емес ол бір от, сол бір оттан жүрегің күйіп берер көлдіреп. Шеттерінен бәр ақын әдеп сақтап әрең жүр, саусақ толған өнерде көмей толған өлең жыр. Шеттерінен атымтай көп беретін азалып, жүздер толған жылылық, көздер толған тазалық. Таулар менен бастырып, қойған кілем жазықты, білек толған күш қуат, құшақ толған нәзіктік. Кірер жолы жалпақта, шығар жолы жіңішке, Ақсуаттың қонағы мас болады түгішпей. Таусылмайды бұл жерде сый түні мен сый күні, Ақсуаттың қонағы білмеу керек ұйқыны. Ақсуаттың қонағы баласы да, қарты да, аттанады амалсыз, қарай-қарай артына. Сенбегендер сөзіме барып көрсін, байқасын. Тумасаңда бұл жерден перзент боп қайтасың. Менің жұртым осындай деп мақтанып айтасың. Тарбағатай тауының еске сақтап әр тасын, түк алмай ақ туысқа қарыздар боп қайтасың.